бүгін сіздермен өте керемет жұмсақ булочканың рецептісімен бөлісемін. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Үстіне өз қалауыңызша қант саламыз. Және ашытқымызды салып араластырамыз. Үстіне ерітілген сұйық май құямыз. Және бір жұмыртқаның ағын саламыз. Міндетті түрде жылы болу керек барлық заттары. Сарысын бетіне жағуға алып қаламыз. Ұнымызды салып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз көтерілгенше бетін жауып, 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. Қамырымыз көтерілді. Видеодағыдай бөліктерге бөліп аламыз. Енді қамырымызды жайып, осылай пирожки тәрізді формада жасаймыз. Көлемін кішкентай қылып жасаймыз, себебі тағы да көтерілуге формада қойған кезде үлкен болып кетеді. Сондықтан көлемін кішкентай қылып жасаймыз. Менің каналым сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басып кетіңіздер. Енді жұмыртқаның сарысына сәл сүт құйып, булочкамыздың бетіне жағып шығамыз. Бетін кез келген жаңғақтармен әсемдесеңіз болады. Мен арахис ве лепестоктарды осылай бетіне салып шықтым. Қызып тұрған пеште жарты сағат пісіріп аламыз. Мінекей, осымен булочкаларымыз дайын болды. Шоколад ерітіп, осылай видеодағыдай бетіне жағып шығамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді әрі жұмсақ булочка болады.